Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadırlı көрермен, құрметті жақсылар. Біздің Құранды қатесіз оқуымызға кедергі болатын келесі мәселе, яғни 5-ші мәселе, ол біздің қатемізді біреудің түзеткенін қаламауымыз екен. Ол біздің тікелей нәпсімізге байланысты. Яғни, біз Құран оқып отырған кезде, немесе әліпби оқып жаттап жатқан кезде, яғни Құран оқу барысындағы әрбір сәтте, мейлі ол сіздің анаңыз болсын, мейлі әкеңіз болсын, мейлі ағайыныңыз, бауырыңыз, мейлі бір танысыңыз, досыңыз болсын, сіздің қатеңізді байқап келіп сізге мына жеріңіз қате шығып жатыр, мына жерің қате болып жатыр, айналайын десе, сіз қуаныңыз. Себебі ол өте үлкен мүмкіндік. Ал біз қалай істейміз? Біз ешкім бізге кеп қателігімізді айтпай-ақ қойса екен дейміз. Біреу кеп қателігімізді айтса, жақтырмаймыз. Ұнатпаймыз оның өйтіп айтқанын. Сен де қателесесің ғой деп жауап қатамыз кейбірде. Ой, сен араласпашы, мен өзім білем дейміз. Осының арқасында, бауырлар, көптеген қателіктерге ұрынамыз. Біз кімбіз біздің қатемізді түзеуге лайық болмайтын? Біз үйренуші емеспіз бе? Құран деген нәрсеге өте мән беріп қарауымыз керек. Ол Аллахтың кәләмі, Аллах тағаланың сөзі. Ол бір ақын жазушының жазған кітап емес, роман емес, ақшаға жазылған, тапсырыспен жазылған кітап емес. Ол Аллах тағаланың кәләмі. Сондықтан оны оқу үшін, оны үйрену үшін, оны қатесіз оқу үшін, біз мына нәпсі деген нәрсемізді, біз өзіміздің нәпсімізді тәрбиелеуіміз керек. Біреу кеп қатемізді айтса, мақұл, жақсы, рахмет, айналайын, мен бұл қатемді түзеймін деп, сол қатемен жұмыс жасауымыз керек. Себебі, көп жағдайда, өкінішке орай, адам өз қатесін байқамайды. Сол сізге келіп қатеңізді айтып жатқан адам, мүмкін оның сол өз басында өткен болуы мүмкін. Ол да мүмкін кезінде осы мәселеде, осы қателікті жіберген болуы мүмкін. Сондықтан сізге жаны ашып кеп айтып жатқан болуы мүмкін. Егер сіз ол қатеңізді түземесеңіз, сіздің ол қатемен, сол қате қалпында оқи беретін болсаңыз, ол қатеңіз сіздің әдетіңізге, дағдыңызға айналады. Одан кейін оны түзету өте қиынға соғады. Сондықтан, құрметті жақсылар, Құран оқып отырған кезде, Құранды үйреніп жүрген кезде, қандай да бір адам келіп сізге мына жерін сәл қателесіп жатырсың, мына жерде мынандай бір қате кемшіліктер бар екен. Болмаса ұстазыңыз сізге міне мынандай қателік болып тұр сенде, осы қателіктерді түзейік деген кезде, мақұл, жақсы, түзейік. Қанша қате айтасыз, соны түзейміз деу керексіз. Сол кезде сіз қателіктен құтыласыз. Ал жоқ, мен бұл жерде қателескен жоқ едім, мен негізі асығып тұрған едім, сіз тағы да қарап көріңізші, мүмкін мен қателеспеген шығармын деген секілді сылтаулар айтатын болсақ, онда біздің Құранға түсу, Құранды қатесіз оқу деген мақсатымыз ауыл алшақтай береді. Аллах тағала баршамыздың ілімімізді арттырсын, Құранды қатесіз оқитын сүйікті құлдарының қатарынан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.